Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен базардағы капуста салаттың құпиясымен бөлісетін боламын. Бірінші өзім жасап көрдім. Нәтижесі керемет болғандықтан маған сенім артып, дәл осы менің рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен капустамызды бөліктерге бөліп аламыз. Бұрын осы капуста салатты жасағанда менікі дәл осы базардікіндей болып шықпайтын. Іздеген адам шешімін табады, сондықтан да сіздермен бөлісейін деп отырмын. Үйден жасап жеген әрбір тағамның берекесі болады. Көп жасап қойсаңызда бұл салаттың ештеңесі кетпейді, бір айға дейін тұра береді. Тек салқын жерге сақтасаңыздар болғаны. Мінекей капустамызды ыдысымызға орналастырып алдық. Енді ең маңызды жеріне келдік. Капустамызды тұзбен өлтіріп алатын боламыз. Кейбір адамдар капустаның үстіне қайнаған су құйып жібереді, бірақ мен онымен келіспеймін. Капустаны бірден өлтіріп, ешқандай дұрыс шықпай қалады. Мінекей қараңыздар, видеода көріп отырғандарыңыздай, тұзын аямай бір ыдысқа салып алдым. Көп қылып салып аласыздар да, енді үстіне қайнаған сумен тұзымызды ертіп аламыз. Тұзымыз ерімей салынатын болса, капустамызды бірден шірітіп жібереді. Енді осылай тұзымыз бататындай қайнаған су құйғаннан кейін қасығымызбен араластырып отырып, тұзымыз ерігенше былғайтын боламыз. Енді үстіне мұздай суымды әкеліп қойдым. Үстіне құйып жіберіп, барлығын бірге араластырамыз. Осылай суын құйған кезде түбіндегі тұзын көріп тұрсыздар, соны жібермейтін боламыз ішіне. Капустамыз бататындай су құятын боламыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай тұздарын алып қаламыз. Оның үстіне қайтадан су құйып, араластыра берсеңіздер, тұзының өзі еріп кетеді. Неке қараңыздар, манағы тұздың үстіне су құйып жібердік, барлығы жоқ болып еріп кетті. Дәл осылай капустамыз бататындай су болуы қажет. Енді кастрөліміздің қақпағын жауып, 3 күнге салқын жерге қойып қоясыздар. Сонда біздің капустамыз тұзға өліп, қазіргі толып тұрған капустамыз жартылай азаятын болады. Неке біздің 3 күн уақытымыз өтті. Енді капусталарымыздың барлығын бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді қазір тағы да бұрыштайтын кезде ол ыдысымыз керек болады. Енді тағы да ең маңызды рөл атқаратын соусын дайындайтын боламыз. Өзіңіздің қалағаныңыз бойынша әрине мен укроп қосатын боламын, және де 4-5 чеснокты қосамын. Свежий перец пен острый перецті араластырып, шамалы тұз салып, блендердің көмегімен өткізіп алып құйып қоясыздар. Негізі бір капустаға 0,5 баклажканың жартысын құйсаңыздар жеткілікті. Мен кейіннен бұрышын азайттым, сондықтан да сіздер жартысын қоссаңыздар, соның өзі жеткілікті болады. Енді бұрыштарымыздың үстіне укроп чесноктарымызды қосып, үстіне 2 бокалдай су құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, капустамызға малып отырып, ыдысымызға салатын боламыз. Бұл салат ұзақ тұрған сайын керемет болып өзінің бабында дайын болады. Бұл салатты енді бұрыштағаннан кейін 3-4 күнге қойып алсаңыздар, капустаға бұрышы сіңіп, өте керемет болып шығады. Базардағы капусталардан ешқандай да айырмашылығы жоқ. Көп жерде ақылы мастер-класстарда көрсетіп жатқан бұл капуста салаттың рецептісін мен сіздерге тегін беріп отырмын. Сондықтан сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді капустамызға су құйып жіберемін. Видеода көріп отырғандарыңыздай капустамен бірдей болуы қажет. Мінекей қараңыздар, 2 күннен кейін біздің капустамыз дайын болды. Байқасаңыздар, кішкентай ыдысқа аударып салдым, өйткені тұзы өлгеннен кейін капустамыз азайып қалады. Күйеуімде қатты сүйсініп жейтін салаттардың бірі. Көбінесе мен палаумен жегенді ұнатамын. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздің салаттарымыз дайын. Енді дастарханға ұсынып жей берсеңіздер болады. Ас болсын.